Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. Шіркейге таланған Түркістан облысының тұрғындары жаппай наразылықтарын білдірді. Шіркейлер бұл күндері мал құстыда жалмап барады. Олардың көптігі сонша тұрғындар беттерін тұмшалап алуға мәжбүр. Әлеуметтік желіде жарияланған видеода шіркейлер жұмыртқа ашқан қырғауылдың балапандарын жеп қойған. Бұдан бөлек үй жануарларының денесін одан қалды осал тұстарын шағып, арты өлімге ұласқан жағдайлар көбейген. Өзен бойында қоныстанған тұрғындар үшін бұл жәндіктер үлкен проблемаға айналып отыр. Түркістан облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Бақытжан Пулатбеков өңірде зиянкестерге қарсы дәрілеу, дезинсекциялау жұмыстары жоспарға сай жүргізіліп жатқанын айтады. Мәселен, Түркістан облысындағы 4 аудан мен 2 қалада шіркеймен күреске бюджеттен 644 миллион теңге бөлінген екен. Оның 40 миллион теңгесі зерттеу жұмыстарына жұмсалмақ. Ал қалған бөлігі аумақты залалсыздандыруға қажетті дәрі-дәрмек алуға, жұмысшылардың еңбек ақысын беруге бағытталған. Жалпы тәжірибе бойынша мұндай жағдайдан көбінесе белгілі әдістер арқылы арылады. Мысалы, биологиялық, химиялық және физикалық әдісті қолдану арқылы жою көзделген. 2022 жылы электронды қызмет көрсетумен айналысатын шетелдік компаниялар Қазақстанда жалпы сомасы 16 миллиард теңге төлеген. Қазіргі таңда елімізде электрондық қызмет көрсетумен айналысатын 45 шетелдік компания бар. Олар 2022 жылы жалпы сомасы 16 миллиард теңгеден астам салық төлеген. Олардың ішінде Meta платформасына тиесілі компаниялар 3 миллиардтан аса, Apple мен Google 2 миллиард, Netflix 288 миллион, iHerb 4 миллиард, Zoom платформасы 102 миллион және тағы да басқалары бар. Forbes журналының хабарлауынша, былтырғы Қазақстанның ең бай кәсіпкерлер тізімінің алғашқы бестігіне енген Михаил Ломтадзе биыл тізімнен шығарылды. Forbes журналының хабарлауынша, былтырғы Қазақстанның ең бай кәсіпкерлер тізімінің алғашқы бестігіне енген Михаил Ломтадзе биыл тізімнен шығарылды. Себебі бұл жолы біздің тізімде Михаил Ломтадзе жоқ. Америкалық Forbes-тегі әріптестер оны Грузияның тізіміне кіргізу туралы шешім қабылдаған. Миллиардердің бизнесі Қазақстанда құрылғаны және осында негізделген туралы дәлелден нәтиже шықпады делінген журналдың қазақстандық филиалында. Айта кетейік, Михаил Ломтадзе акционер, Каспий-Кз басқарма төрағасы және директорлар кеңесінің мүшесі. Ол әлемдегі бай кәсіпкерлер арасында 734 орында тұр. Кәсіпкер Грузия азаматы. Астанада су тапшылығы мәселесі ең бірінші орынға шығады. Сенат отырысында депутат Бибігүл Жексенбай елордадағы су тапшылығы мәселесін көтеріп, оны шешу үшін бірнеше ұсыныс айтты. Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны сумен қамтамасыз ету бойынша жобалық қуаттардың жеткіліксіз екенін айтып, тұрғындарға суды кесте бойынша төмен қысымда беруге мәжбүр екенін жеткізген. Сонымен қатар Есілдің сол жағалауынан көп қабатты үйлердің тығыз салуынан әсер етеді. Сондықтан алдағы уақытта қалада салынып жатқан көп қабатты үйлердің бәріне тексеріс жүргізіліп, қанша мөлшерде су жұмсалып жатқанын есептеу керек, дейді парламент сенатының депутаты Бибігүл Жексенбай. Айта кету керек, сенат депутаты аталған мәселені шешу үшін мынадай ұсыныстар айтты. Жоғарыда аталған мәселелерді ескере отырып, төмендегідей ұсыныстарды жолдаймыз. Ертістің суын Қаныш Сәтпаев каналы арқылы елордаға бұру бойынша жобадан басқа да баламалы бағыттарды да қарастыру. Суды бөлудің халықаралық тәжірибесіне сәйкес халықаралық құқыққа негізделген трансшекаралық су ресурстарын басқарудың жаңа модельдерінде ойластыру. Су тапшылығы проблемасы бар елдерде сәтті қолданылып жатқан суды үнемдеуге септігін тигізетін заманауи ұтымды инновациялық технологияларды барынша тарту. Сондай-ақ халық арасында суды үнемдеу бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстарын барынша күшейту. Су шаруашылығы саласындағы кәсіби мамандардың, су шаруашылығы инженерлерінің, суды тазартудың, суды қамтамасыз етудің, су шаруашылығы құрылыстарының заманауи технологияларын игерген мамандарды даярлау. Су ресурстарын кешенді басқару саласындағы ғылыми зерттеулерді және білім беру жүйесінің әдістемесін жаңартуды сұраймыз. Құрметті Әлихан Асханұлы, Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 27-ші бабына сәйкес сізден жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша тиісті шаралар қабылдап және толық жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша 2021 жылы әлемде балалар ең көп туберкулезға қарсы бацилла кальмета вакцинасын алған. 90-шы жылдардан бастап балалардың көпшілігі туберкулезге қарсы екпе алған. Мысалы, 1980 жылы екпе алғандардың үлесі бар болған 15% болса, 1990 жылы 81% болған. Осылайша балалар арасында әлемдегі ең көп вакцина туберкулезге қарсы егілетін белгілі болды. Бұдан бөлек 2021 жылы балалардың 81% дифтерия, сіреспе және көкжөтелге қарсы, сондай-ақ қызылшаға қарсы вакцина алған.
Электр самокатпен жолда жүру үшін жүргізуші куәлігі қажет болады. 10 сәуір күні мәжілістің жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісі ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңы қабылданды. Жаңа заң электрлі самокаттардың қозғалысына бірқатар шектеу енгізді. Олар электрлі самокаттар көлік құралы деп танылды. Олардың қозғалыс жылдамдығы сағатына 25 шақырымнан аспау керек. Электрлі самокаттар велосипед жолдары мен жол жиектерінде шектеусіз қозғала алады. Тротуарлар бойынша қозғалысқа сағатына 6 шақырымнан аспайтын жылдамдықпен ғана рұқсат етіледі. Автобус жолағын қосалғанда автокөлік жолының жүріс бөлігінің оң жақ шеткі жолағымен жүруге жол беріледі. Бірақ бұл үшін жүргізуші 18 жастан асқан, түймелі дулыға мен шалғыстыратын киімде, яғни тәуліктің қараңғы уақытында болу керек және кез келген санаттағы жүргізуші куәлігіне ие болу керек. Электрлі самокаттармен жүктер және жолаушыларды тасымалдауға тыйым салынады. Алдағы күндері Испанияның Каталония аймағында тұрғындарға хауыздарын сумен толтыруға тыйым салатын заң күшіне енеді. Тек қоғамдық бассейндер мен қонақ үйлерге су алуға рұқсат етіледі. Каталония қуаңшылықтың ең ауыр зардабын тартқан өңірлердің бірі. Мұндағы су құймалар 75%-ға тартылып қалған. Биылғы жаз өте ыстық болады дейді мамандар. Ұлттық метеорология агенттігінің мәліметінше, сәуір айында бұрын соңды болмаған аптап тіркелді. Мұндай ыстық 60 жыл болмаған. Апта жаңалықтар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.